Сәлем балақай, осы видеода дәл суреттегідей фламинганың суретін салатын боламыз. Алдымен фламинго туралы бір-екі ауыз сөз. Фламинганың қазақша атауы қоқиқаз. Ол Қазақстанда Ақмола облысындағы Қорғалжың қорығында, Каспий теңізінде тіршілік етеді. Түрі өте әдемі, қызғылт, яғни розовый түсті. Қоқиқазды салу үшін алдымен розовый фломастерімізді аламыз. Дәптердің жоғар жағынан екі тор көзді белгілеп, оның ішін жақсылап бояймыз. Содан кейін сол екі тор көздің диагонал қисығынан төменнен бір тор көзді қоршап, оның да ішін бояймыз. Боялған бір тор көзіміздің қасынан бір бос тор көз тастап, оң жаққа қаратай өтіп, екі тор көзді ішін бояймыз. Енді біз боялмаған тор көзден оңға қаратай үш тор көзді белгілеп аламыз да, оның да ішін бояп шығамыз. Бізге енді осы үш тор көздің астынан, дәл ортасынан бір тор көзді бояймыз. Дәл ортасынан. Енді жаңағы бір тор көздің сол жағындағы бұрышынан диагонал қисығынан екі тор көзді белгілеп, оның да ішін бояймыз. Сол боялған екі тор көзден оңға қаратай үш тор көз бояймыз. Осы тор көздің үстінен оңға қаратай төрт тор көз бояймыз. Келесі кезекте біз жаңағы төрт тор көзіміздің диагоналынан, соңғысынан диагоналынан екі тор көзді белгілейміз оң жағынан, оны да бояп шығамыз. Енді келесі жолға түсіп, 5 тор көзді белгілеп, 5 тор көзді белгілеп шығамыз. Сонда бізде дәл ортасында осындай ашық 3 тор көз қалу керек. Енді бұл жолдан, бұл боялған 5 тор көздің қасынан бір тор көз тастаймыз. Содан кейін 2 тор көз оңға қаратай бояймыз. Келесі жолға түсеміз. Келесі жолдан тағы да 5 тор көзді белгілеп, ол 5 тор көзді де белгілеп бояп шығамыз. Бізде көріп отырғандарыңыздай бір тор көз боялмай қалу керек. Енді 5 тор көздің қасынан оңға қаратай бір бос тор көз тастап, бір тор көзді розовый түспен бояймыз. Келесі кезекте біз фламинганың аяғын саламыз. Ол үшін сары фломастерді алып, 5 тор көз төмен қаратай сызамыз. Сары фломастермен оның ішін бояп шығамыз. Енді салған оң аяқтың оң жағынан, диагоналынан 3 тор көз бояймыз. Келесі жаңағы салған фламинганың ұзын аяғының астында табанын саламыз. Ол үшін 3 тор көзді көлденеңінен саламыз. Енді жаңағы диагонал 3 тор көзді енді сол жақ бағытқа 2 диагонал тор көзбен жалғастырып, аяққа әкеп қосамыз. Аяқтың табанына қосамыз. Енді біз фламинганың тұмсығына келдік. Мына жерден 2 тор көзді сарымен бояймыз. Және жаңағы боялған сары 2 тор көздің астынан бір тор көзді қара түсті алып, қара түспен бояймыз. Енді фламингамыздың көзін қара түспен бояп шығамыз. Ол бізде ашық қалған, боялмай қалған тор көз. Келесі қою түсті розовыйымызды аламыз. Жаңағы ашық түсті розовый болса, енді қою түсті розовый фломастерімізді аламыз.
ашық қалған ортадағы бір тор көзді және үш тор көзді бояп шығамыз. Міне балалар, біздің осымен фламинго құсымыз салынып болды. Балақай, сен мен айтқан нұсқаулық бойынша қоқиқазды, яғни фламингоның суретін сала алдың деп ойлаймын. Суретіңді бір альбомға жинап жүр. Келесі жолғы видеода мен тағы да осындай құстардың, аңдардың суретін қалай салуға болатынын көрсетемін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп жазылып қоюды ұмытпа. Келесі видеоларда кездескенше балақай.